Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлдің осындай астынан жапырақ сарғайтып жатса, жалпы гүл жапырақ сарғайтса, және сонымен қатар гүлдің осындай жапырақтарының астына шіркей түсіп кетсе, және сонымен қатар осындай гүлімді жақсы егіп қойдым, бірақ жаңа сабақ шығармайды, жалпы өспейді деген сұраққа 3 әдісті көрсететін болам. Яғни ең бірінші жапырағына шашу арқылы бірінші әдіс, және сонымен қатар екінші әдіс ол гүлдің топырағына араластыру арқылы, және үшінші осындай гүлдің жапырағын қоспа арқылы сүртіп шығатын жақсы бір әдісті көрсететін болам. Егер де бұл әдісті қолданатын болсаңыздар, гүлдеріңіздің жапырақтары жап-жасыл болып, және осындай гүлдеріңіздің бутондары тастамай ұзақ уақыт гүлдеп тұратын болады. Және сонымен қатар өспей тұрған гүлдеріңіз жаңа сабақ жіберіп, жапырақтары жап-жасыл болып, жақсы өсіп бастайтын болады. Және гүлдемей тұрған гүлдеріңіз гүлдейтін болады. Себебі көбісі жаңағы гүлдемей тұрған гүлдерім гүлдемей жатыр, және гүлдейтін гүлдерім гүлдемей тұр, және сонымен қатар жаңа сабақ шығармай жатыр деп сұрақ көп келіп жатады. Жалпы гүлдерім өспей жатыр деген сұраққа жауап алатын боласыздар. Кей кезде осы гүлді гаршогын тура топырағы құнарлы, бірақ гүліңіз жақсы өспей тұрады. Жарық жерге қойсаңыздар да. Соның себебінің бірі гүлдің жапырақтарының асты үстіне ауа құрғақтан шіркей түсіп алады. Ол шіркей көбіне көзге көріне білмейді, лупамен қарамасаңыздар. Сондықтан гүлдердің жапырақтарын асты үстін ауа құрғақ болмас үшін күнделікті су шашып тұру керек. Болмаса осындай мен жасап көрсететін әдісті қолдансаңыздар болады. Ең бірінші әдіс 1 литрлік ыдыс керек бізге. Оған бөлме температурасында тұрған жылы суды толтырып құйып аламыз. Тұндырылған жылы су. Енді оған қолданатын осындай гүл сататын дүкенде сатады, зеленое мыло деген. Бұл гүлді шіркейден сақтайтын, алдын алатын. Мына жақта қалай жасалатыны және қай уақытта жасауға болатыны бәрі толық жазылған. Мен 1 литрға сыртындағы қақпағымен 1 миллиграмм қосатын болам. Сыртында қақпағында 1 миллиграмм деп көрсетілген. Сол бойынша қолдансаңыздар болады. Жалпы барлық гүлдерге болады. Егер гүлдеріңіз көп болса, 10 миллиграммға жасасаңыздар болады. Міне сыртында жазылып тұр, вредительдерден қорғайтын деп. Бұны гүлдердің жапырақтарына шашу арқылы қолданамыз. Яғни тек қана гүлдердің шіркей түскен кезде қолданбаймыз. Профилактика дейміз, яғни шіркейден алдын алу мақсатында қолдансақ та болады. Себебі гүл шіркей гүлге түсіп алғаннан кейін уже көмектесу қиындауға соғады. Сондықтан алдын алу мақсатында қолданған өте жақсы. Жалпы тек қана алдын алу мақсатында емес, осындай гүлдерге шіркей суреттегідей басып кеткен кезде де қолдансаңыздар болады. Шіркей бірден өліп бастайды. Міне суы бір ақшыл түс болады, кірсабын араласқан су сияқты. Енді оны су шашатын ыдысымызға құйып алып, гүлдердің жапырақтарын асты үстіне бәріне шашып шығатын боламыз. Гүлдердің өспеуінің себебінің бірі де шіркей түсіп өспей қалуы да мүмкін. Сондықтан шіркейден осындай зеленое мыло дегенді алып, шіркейден сақтап, және шіркей түскен болса, оны жақсылап шашып шықсаңыздар болады. Көбіне осы аглонемада ақ шырыш байқадым деп жатады. Сол шырыш кейде шіркей түскен кезде шырыш байқалып жатады. Сонымен қатар екінші әдіс қолданатын, ол бізде диатомит деген. Диатомит деген гүлдің тамыр жүйесі дамуына және көптеген құрамында темір, витаминдер бар, және сонымен қатар мына жерде жазылып тұр, гүлге шіркей сақтауынан, защищает от вредителей деп тұр. Сыртында бәрі анық жазылған. Яғни гүлдің топырағына 1 литрға 1 қасық араластыру арқылы жасайсыздар. Гүлді топырағына егу барысында
араластырып жіберсеңіз болады бұл диатомитті. Болмаса әр горшоктың түбіне 1 қасықтан, шай қасықтан салып шықсаңыздар да әсері бар. Осылай мен әр гүлдерімнің түбіне көрсетіп жатырмын. Гүлдің топырағына еккенде қолдануға болады, және сонымен қатар осылай әр шай қасықтан салып шығып, ары қарай су құя бересіздер. Егер гүліңіз шөлдеп тұрса, егер шөлдеп тұрмаса, келесі су құйғанға дейін ол қоспамыз тұра береді. Өте жақсы диатомит деп 1 пачкасын алып қойсаңыздар, сіздерге гүл еккен кезде де топырағына араластырып жібересіздер, және гүліңіз жақсы өссін десеңіз, әр қайсына 1 қасықтан салып шықсаңыз, пайдасы болмаса зияны болмайды. Ал енді жасайтын 3-ші әдісіміз, ол бұрыннан келе жатқан кір сабын. Пиалайға суды құйып аламыз да, кір сабынды салып, суымызды көпіртіп аламыз, және мақтаны батырып, гүлдің жапырақтарын сүртіп шығамыз. Бұл шіркейді түспеуіне және гүлдің жапырақтарын шаңнан тазартуға жақсы. Гүлдің жапырақтарында тесіктерінде шаң тұрып қалса, сырттан жарық түсіп, жарық сіңуі қиындау болады. Сондықтан гүлдің жапырақтарын үнемі осылай кір сабын араласқан сумен айына 1 рет сүртіп шығып, және үстінен 1 шайып жібересіздер. Душқа түсіріп жіберсеңіз болады, болмаса су шашатын ыдыспен жақсылап су шашып, шайып жіберсеңіз болады. Бірақ кір сабын араласқан сумен сүрткеннен кейін сол бойда қалдырып кетпеңіз. Себебі кір сабын араласқан су гүлдің жапырағының бетінде қатып қалады да, гүлдің жапырағының тесіктері арқылы ауа жетуі, жарық сіңуі қиындау болып қалады. Егерде парақшам пайдалы болса, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып